Қайырлы күн баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі кезекте видео рецептімде пельменнің қамырын илеу және түйу пісірудегі өз лайфхактарымен бөлісетін боламын. Пельменімізді даярлау үшін ең алдымен қамырын илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды илеу үшін бізге ұн, жұмыртқа, су, тұз қажет болады. Ұнымыздың үстіне жұмыртқамызды салып алып, салқын суымызға тұзымызды қосып, ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып алғаннан кейін осы ұнымыздың үстінен суымызды аз-аздан қоса отырып, қатты қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды міне жақсылап илеп алдық. Енді осы илеп алған қамырымызды бірнеше қайтара қолымыздың көмегімен басып аламыз. Қанғанша илеп алғаннан кейін салафан мешокқа салып демалтып қоямыз. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін тағы да бірнеше қайтара басып, қайтадан салафан мешокқа салып қанғанша қойып қойсаңыздар, қамырларыңыз, пельмендеріңізді жасағанда жыртылмай жақсы түйілетін болады. Қанған қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз және де дөңгелектеп аламыз. Қанып дайын болған қамырымның бір бөлігін алып, қолымның көмегімен 1-2 рет басамын. Бұдан кейін оны ұзынша жолақшаларға бөліп, ширатып алып, ұсақ дөңгелекше қылып кесіп алатын боламын. Мен общий жаймаймын. Маған осылай жасаған ыңғайлы, қамырымыз кеуіп кетпейді. Өзімізге керектісін жайып алып, пельменімді шетінен түйе беретін боламын. Және де дәл осылай кесіп түйетін болсаңыздар, пельмендеріңіз барлығы біркелкі болып шығады. Қамырымыз жабысып қалмас үшін салафан мешокқа ұнымызды салып, кесілген қамырларды салафан мешоктың ішіне саласыздар. Одан кейін бір-біріне жабысып қалмас үшін дәл видеодағындай осылай араластырып шығасыздар. Қамырымызды дайындап қойдық. Енді келесі кезекте фаршына кірісетін боламыз. Бізге тартылған ет, сарымсақ тартылған, қара бұрыш, тұз қажет болады. Дәміне қарай қосып, фаршымызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Фаршымызды араластырып алдық. Ендігі келесі кезекте қамырымызды біртіндеп жайып, пельменімізді түйуге кірісетін боламыз. Дәл осы видеода көрсеткендегіндей дөңгелекшелеп жайып аласыздар. Қамырымның қажетті бөлігін жайып алдым. Енді келесі кезекте пельменімді түйуге кірісетін боламын. Қамырымыздың ішіне қажетінше фаршымызды салып, дәл осы видеода көрсеткендегіндей пельмендеріңіздің түйіп шығасыздар. Көріп тұрғандарыңыздай барлық пельмендерімді түйіп алдым. Осы енді түйіп алған пельменімізді қатырып алсаңыздар да болады. Қатырып қойсаңыздар, асыққан кезде пісіре салуға өте ыңғайлы. Мен осылай дәл осылай жасап қатырып алатын боламын. Морозилкаға 4-5 сағатқа қойып қойсаңыздар жеткілікті. Сол уақытта пельмендеріңіз қатып шығады.
келесі кезекте дайындап алған пельмендерімізді пісіріп көрсететін боламын. Бір ыдысқа майымызды құйып, сарымсағымызды, сәбізімізді, картопымызды салып қуырып алатын боламыз. Келесі кастрюльға жылы суымызды құйып, тұзымызды салып қайнатамыз. Қуырып алған картоп, сәбіздеріміздің үстінен дәміне қарай қара бұрыш және де тұзымызды қосамыз. Және де аз мөлшерде томат қосып қуырып жесеңіздер болады. Қуырып алдық, енді үстіне суымызды қоямыз. Біздің сорпамыз қайнап жатыр. Енді осы қайнағаннан кейін картошкасын піскенін күтетін боламыз. Екінші суымыз қайнады. Қайнаған суымызға дәміне қарай тұзымызды қосып алдық. Енді оның үстіне пельменімізді салып, бір араластырып пісіріп алатын боламыз. Екінші сорпамыздағы сәбіз, картопы барлығы пісті. Ендігі кезекте пельменімізді салып, тұзын көріп, тұз аз болса тұз қосасыздар. Сосын бір араластырып, аузын жауып пісіріп аласыздар. Пельмендерімді пісіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай пельмендеріміздің қамыры езілмей, жыртылмай жақсы болып пісіп шыққан. Сіздерде дәл осы мен ұсынған рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен әрдайым бірге болған Гүлмира. Келесі видео рецепттерде жолыққанша сау, саламатта болыңыздар. Және де мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар.